Assalamu alaikum, құрметті достар, сіздермен бірге Bamix YouTube арнасы. Біз қазір Қытайда сапарымызды жалғастырудамыз. Кезекте заводқа келдік. Заводтың көлемі өте үлкен. Өздеріңіз көріп тұрғандай артындағы брендтің названиясы тұр, яғни трицикл өндіретін, 3 дөңгелекті грузовой өндіретін заводқа келдік. Толықтай осы видеоның соңына дейін көрсеңіз, информацияның барлығын сіздер үшін беретін боламыз. Ал қазір таңда ана жерде мына жазудың ар жағындағыдан бастап мына зданиялардың барлығы, ар жақтағы зданиялардың барлығы осы трицикл заводына иелік етіп отырған проекттілер. Кеттік ал. Жігіттер, біз қазір сразу дайын болған трициклдарды қалай тиеп жіберіп жатқанын көрсетейік. Толыққанды міне мына жерде уже 150 кубтан бастап 300-350 кубқа дейінгі трициклдарды дәл осылай дайын болған түрлерін осылай бір-бірінің үстіне мінгізіп тиеп фураға жіберіп жатқанын көретін боламыз. Фураның тұратын жерінің өзі бөлек, жігіттер. Арнайы кіретін парковкасы бар міне. Осы парковка арқылы кіреді екен, и осылай грузовой жабылады екен. Мына жерде бізде Zonlon фирмасына, Zonlon атты трициклдарында жүрміз. Кабинасымен бірге, жігіттер, үстімен, боковоймен, полный кабинасымен бірге жабылып тұрған трициклдар. Бұлар 500 килограммнан бастап 3 тоннаға дейін көтеретін қауқары бар трициклдарды өндіретін завод екен. Ал дальше запчастыларын шығаратын жерге келдік, яғни өз жерден құрастырып шығаратын жер, оның ар жағының бәрі запчастарын өндіреді екен. Ал арасына кірсек, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандағыдай полка полностью запчастылар, әр запчаст өзіндік орнында тұр. Ал мына жақта тоже коробка запчастылары жиналып тұр. Енді чувство бөлек, заводты өз көзімізден көрудеміз, келісім шартқа отырудамыз. Қазақстан нарығына алдағы уақытта дәл осы трициклдарды әкелеміз деген ниеттеміз. Сіздерге баратын товардар қалай упаковать етіледі қараңыздар. Дәл осылай упаковка жасайды. Арнайы кигізетіне осылай нелерін кигізіп, станоктар арқылы упаковать етіледі екен. Бұл трицикл Қазақстанға мәссаған не үшін керек? Мына трициклді көрдіңіздер ма? Кабинасымен бірге, еще бордының өзінің биіктігін көрдіңіздер ма? Еба, нафиг деген осы ғой, жігіттер. Мұнаның үстіне сеткін жібересіздерді, шөпті басасыздар, трициклмен шаруашылықтарыңызды жүресіздер. Яғни ауыл шаруашылығында кішігірім картошка тастаңыздар, мұнаған картошканы басып, дүниелеріңізді бітіруге болады. Немесе күл-қоқыс, боқ, қойдың қиларын, басқа да малдың қалған атқоттарын бәрін осымен тасуға болады. Сіздер жүгері, болмаса бидай, болмаса егін шаруашылығының любойына бұны қолдануға болады. Сіздерге дайын техника ретінде жасалған кабинасымен бірге боковой айналарын көрдіңіздер, антифриз құятын водяной охлаждениялармен бірге бак өте үлкен көлемде 25-тен 38 литрға дейінгі көлемді алады. Ал щиток приборлары, міне, щиток приборлары полностью машинаныкі сияқты полностью барлығын көрсетіп тұр, обороты, даже магнитофонына дейін бар ғой. USB магнитофон, сотка зарядтайсыздар. Мұнаның бәрі, качествоның бәрі өз жерде, жігіттер, темірден. Сушняк, мушняк, нан, пан салып қоятын поляда. Колонкалары, цепление, газ, тормоз барлығы. Кәдімгі бар ғой, кішігірім жүк мәшинесі деп айтуға болады. Маған өзіме ұнап тұр. Ауылыма обязательно осыдан біреуін жіберетін боламын. Ал дальше бағана кабина ашық болса, біз сіздерге енді жабық кабинаны көрсететін боламыз. Дәл осылай ашасыздар, машинаның есігі іспеттес ашылады. До такой степени полик қой, жігіттер, 3D полик ішінде тұр. Коробка передача, міне аяқпен полностью. Оның ішіне шамамен 3 адам сет, 3 адам смело отырады, полностью жабық, кондермен. Кондер бар еще. Еще дворник, жігіттер қаңдар. Дворниктарымен полностью аварийка система. Мына жерден кондер, пеш, бәрін қосуға болады. Қыстың күнінде полный жауап аластарда аңыратастар. 4 терезесін жауап аластар. Ішінде қыстың күні пеш жүрілеп тұрады. Пофиг жүресіздер, любой жерде. Дальше кеттік. Дальше мынаның бәрі қызыл светте. Енді қызыл светтен заказ беретіндер өте көп екен. Көзге де нық түседі.
Енді заводтың өндірісіне қарасаңыздар, жоғары жақтардан крандар кетіп жатыр. Бұл трициклді әрине көтеріп, олар өзінің күшімен жұмыс жасамайды. Барлығы техника. Ал мына рельстерден уже қалай трициклдің құралып жатқандығын көре аласыздар. Мына жақтан бастап қарайық. Мына жерде уже золотистый трицикл құралып жатыр. Мына рельс жігіттер біздің эскалатор сияқты екен. Мынау біздің эскалатор сияқты торговый центрдағы сол сияқты қозғалып жүреді. Мына жақта уже бортын жинап жатыр жігіттер. Бортын салып, полностью дайындап жатыр. Мотор тура біздің Bamix компаниясының моторы. Яғни дәл осы трициклдар біздің Bamix'та да бар жігіттер. Қараңыздар, мотор, үлкен моторлар қойылған бұларға. Ал мына жақта уже нелерін жинап жатыр, алдыңғы не деуші еді маған? Алдыңғы кузовтарын жинап жатыр. Мына жерде дайын болған кузовтарды көресіздер. Машинаның фары іспеттес барлығы киіліп, темірлеріне салынып тұр. Ал дальше кеттік. Мынау сіздерге таныс трицикл жігіттер. Біздің Bamix брендіндегі 250 кубтық трициклдарымыз дәл осы болады. Ал ары қартай мына рельсті көрдіңіздер ме? Мына рельс басынан аяғына дейін жүргенше бір трицикл целиком дайын болып шығады. Міне көріп жатсыздар, трицикл қаншамасы үстіне мініп тұр. Күніге мына бір рельстің өзінен қаншама трицикл шығып жатыр. Ай, қытайлар жатпайды. Барынша бізге де өсу керек, өну керек, бауырлар. Білім алу керек. Әр қайсы азаматымыз өзінің оқыған маманы бойынша, өзінің жақсы көрген мамандығы бойынша нақты маман болу керек. Сол сала бойынша ол максималды түрде маман болу тиіс. Кеттік Есқат. Бұнда кел. Есқат. Кеттік ба? Сөйлей берейін ба? Мына жерде 3 дөңгелекті техникаңызды сіздің 1,5-2 тоннаға дейін көтеретін жүктеріңіздің жүрегі, фадумжи дейді қытайша, қазақша мотор, яғни қозғалтқышы двигательдерін көре аласыздар. Бұл двигательдің өзі біздің қазіргі Bamix компаниясында тұр. Мына ұзыннан кеткен двигатель. Мына әтеге жауып тұр жігіттер. Көптеген моторларда мынау жабылмаған, өйткені мынау арқылы оны айналдырып, осы жерден көбінесе проблема болады екен негізі трициклдің. Бұл завод бұл минусын тауып, дәл осындай мотор ретінде шығарған. Мұның бәрі моторлары біреуі 200-лік, біреуі 150-лік, біреуі 250-лік деген сияқты әрқайсының өзінің моторлары бар. Жігіттер өзінің кузовына байланысты. Сол трициклдардың борттарын немесе полностью трициклдарды крастлейтін орында тұрмыз. Яғни осындай рельстер арқылы үстіне трициклдар киілетті и арнайы аппарат арқылы осы рельс арқылы жүріп, полностью арнайы аппараттар арқылы крастлетіледі екен. Яғни дәл осы жерден сіздердің трициклдарыңыз крастлетіліп өзіндік өңіне ие болады. Складқа кірдік, склад көлеміндегі заводқа. Бұл жерде тек краска бөлімі екен жігіттер. Яғни 2 слоймен крастлетіледі. Бірінші слойда осылай сұр светпен крастлетілеткенде артынан сіздің қалауыңыз бойынша қызыл немесе золотистыйға екінші слой ретінде крастлетілеткен. Мына жердің барлығында өздеріңіз көріп тұрғандай жабық нелердің барлығы крастлетілетін жерлер. Яғни осы жерден краска құйылып, өзінің светіне, өзінің түсіне өнеді. Жігіттер, біз қазір каждый запчастын, яғни каждый бөлшектерін, әрғай бөлшектерін дәнекерлеуші, яғни сваркілеу цехна келдік. Полностью бір цех, алып отқан үлкен склад, дәл осы жерде сваркілейді екен, яғни дәнекерлейді екен, бір-бірлеріне жабыстыру арқылы жерде көріп тұрсыздар, дәнекерлеп жатыр, яғни борттарын полностью өздері қолдарынан дәнекерлеп шығарады. Міне жігіттер, мына жерде астына телешкі салынған, үстінен болгарка арқылы артық жерлерін кесіп, мына жақта дәнекерлеу процестер жүріп жатыр. Әр қайсының борттарын осылай дәнекерлеп жатыр. Мына жақтың иісінің өзі таза сварканың иісі шығып жатыр. Басты ауыртады жігіттер. Міне көріңіздер, осыншама адамға қызмет беріп отырған заводтың көлемі өте үлкен көлемде. Қаншама трициклдар. Бұл трициклдар тек Қазақстанға ғана емес, бұл трициклдар қаншама елге кетеді. Орта Азия елдер, одан бөлек Африка мемлекеттері,
Таиланд, Индия, Үндістанның өзіне дейін осы трициклдар баратын болды. Қазір нарық бойынша Үндістан мен Таиланд бірінші орында тұр екен трициклды алу бойынша. Жігіттер, қаншама олар трициклды техника ретінде де қолданып жатыр, такси ретінде де қолданып жатыр. Даже бизнестеріне, көшедегі бутиктардың орнын осы үлкен трициклдары басып жатыр. Үстіне бутик ретінде тауарларын сатып жатыр. Немесе тамақтарын өндіріп, сол жерде столовый ретінде де ашып алғандарын көре аламыз. Ал мына жерде дәнекерлеу қызметін атқаратын станоктарды көріп тұрмыз. Жігіттер, барлығын адам істей бермейді. Қытай дамыған, тағы да қайталаймын, даму үстінде. Бізге де үйренетін нәрселер өте көп. Жатпау керек, диванда отырып артық сөз сөйлеуді, комментарий жазуды қою керек, тіршілік ету керек. Міне дәнекерлейтін арнайы аппараттарды көріп тұрмыз. Мына жақтың барлығындағы үлкен станоктары, ар жағындағылардың барлығындағы үлкен станоктарын көріп тұрсыздар. Жігіттер, мына жерде көріп тұрсыздар, астыңғы нелері, қалай айтуға болады, табандарын полностью осылай үлкен крандар арқылы көтеріп түсіріп алып кетіп жатыр. Мына каралар арқылы дәл осылай өндіріп шығарып жатыр. Ал мына жақта угологный темірлерді осылай арқылы бір-бірлеріне иіп қосып жатыр. Ар жағында сваркілеп өткізіп жатыр. Міне бұл уголок мынандай темірлерді, жігіттер, мынандай оралған темірден жасайды екен. Яғни оралған, не дейді мынаны оралған? Оралған листтардан осылай уголовный темірлерді құрастырып, сваркілеп шығаратын станоктар, жігіттер. Дәл қазіргі сәтте біз трициклдің қалай рамалар дайын болатындығы туралы көре аламыз. Қаншама адам осылай кузовтарын, яғни рамаларын сваркілеп дайындап жатқанын көріп тұрмыз. Даже иісінен, көзім ашып иісінен вәше не болып жатырмын. Енді таңғалу үстіндемін. Дәл осылай барлығын сваркілеп дайындап болады. Рамаларды одан кейін краскілеу бөліміне жіберетін болады. Қазір Bamix компаниясының трициклдарын өндіру барысын көріп жатырсыз. Мына жерде көбісі адам емес, көбісі арнайы автоматты құрылғылар жұмыс жасайтынын ескертіп көрсеткен болатынбыз. Міне көріп тұрсыздар, мына жерде нақтырақ көрсете кетейін. Автоматты құрылғылар сіздердің техникаларыңызды арнайы автоматтандырылған түрде сваркілеп, дәнекерлеп жасайтын болады. Станоктар жұмыс жасап жатыр, жігіттер, станоктар. Жақтың барлығы өздеріңіз көріп тұрғандағыдай ұсақ темірлерден барлығы шикізаттан өндіріліп, барлығы дәнекерлеу арқылы өзіндік процесстерден өтіп, сіздерге дайын техника болып шығатын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай техникалармен қалай рамаларға задний цилиндрлар, яғни гидравлический цилиндрлар салынып жатқан, және де моторлар салынып жатқаны, яғни дәл нақтырақ айтсақ, бұл жер сіздердің трициклдарыңызды құрастыратын бөлім екені көріп тұрмыз. Қалай жұмыс жасап жатыр қытайлар? Страшно.